Атаның қасына қайтадан жиналғанымызда Бәукең әкесіне қарап: «Әке, жаңа немерең жолаушылап жүр» дегенде бір нәрсе есіме түсіп кетті. Ылғи сұраймын деймін, бірақ реті келмей-ақ қойды. «Сұрағын», деді ата. «Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы шал келіп сәлем береді» дейтін сөздің мағынасын онша ұқпаймын. Сонда қалай 6 жасар боқмұрынға 60-тағы қарт барып сәлем беру керек пе? Мен бала кезімде ауылға барарда Ошақбай, Таубай, Сүлеймен, Айсадық, Немет аталарыңа алдымен барып сәлем бер деп тапсырушы едің ғой. Мен ауылға бара салып сол аталарға сәлем беріп шығатынмын. Бірақ Алматыдан келген маған бірде-бір 60-тағы адам келіп сәлемдескен емес. Олай болса жаңағы айтқаныңызбен қабыспай тұрған жоқ па? Деді Бәукең. Сонда ата: «Бұл мәтелдің негізгі мағынасы тарам-тарам тамырланып тереңде жатыр. Тікелей сөзбе-сөз 60-тағының 6-дағыға барып сәлем беруін айтып тұрған жоқ. Қазақ халқында сәлем берудің ерекше елеулі екенін, оған мән берілетінін, ең бастысы жолаушы жолының құрметті де үлкен екенін айтып тұр. Өйткені ертеде, қазіргідей хат-хабар, барыс-келістің оңай орындалмайтын кезінде ел жұрттың, жер судың амандығын жолаушылар арқылы біліп, жолаушылар арқылы хабар тарап отырған. Ауыл мен ауылды, ру мен ұлысты жалғастырып байланыстыратын дәнекер сол жолаушылар болған. Қазақта адам үйден 40 қадам аттап шыққан соң мүсәпір дейтін көне сөз бар. Қанша дегенмен кісінің өз отының басынан, үйреншікті ортасынан суырылып шығып, сапар шегуінің түрлі қиындықтары болады. Біреудің салқын қабағына кезігер, әділетсіз сөз естуі мүмкін. Бір жерде шөлдейді, маңдайынан күн өтетін кезі болады. Түнеген жері жайсыз болар, жалғыздық көрер, үй үшін сағынып, көңілі құлазыр. Айта берсе, жұмыр басты пендеге жол жүргенде не кездеспейді дейсің. Уақытша болса да сапардағы адамның торығатын сәттері болмай қоймайды. Сонымен бірге жолаушы ел көреді, жер көреді. Әр елдің өзіне тән ерекшелігін ұғады. Бейтаныс адамдармен танысып, білісіп, өрісі кеңейді. Әсіресе бұрын ауылынан шалғай шықпаған жас үшін тіршілік талғамы, өмір тәрбиесі жол үстінде айқындау көрінеді. Адам жолға себепсіз шықпайды. Қандай да бір оймен, белгілі бір мақсатпен сапар шегеді. Біреуі білім, біреуі бауыр туысын іздеп, біреу жиендеп не қайындап, енді біреу базаршылап дегендей, әйтеуір әр көңілде бір ниет болады. Адамның сол ниет етіп шыққан мұрат мақсаттарының іске асуына тілеуші болып, алдыңда қасқа жол көсіліп жатады. Жас адамды сынағысы келгендей, шыңдап ширатқысы келгендей, өр мен ылдиын, бұрылыс бұраңын алға тосады. Жол бойында нелер жоқ дейсің. Тіршіліктің саналуан қам қорекетін жасап, тірілер жүреді. Пәни өмірдің қысқалығын ұқтырып, үнсіз мүлкіген мазар қорымдар жатады. Өткенді ұмытпау керек екенін есіңе салады деп, ата біраз үндемей қалды. Сәлден соң: «Қазақ атам қашанда қара жолды қадірлеп, жолаушыны құрметтеген. Жол мен жолаушыға байланысты ырым жоралғылар, дәстүрлерді қалыптастырған. Сол ырым тыйымдардың, жоралғы дәстүрлердің әрқайсының ізгі тілеуі, ақ ниеті бар. Жолы болсын, сапары сәтті болсын, алды ашық болсын деп, алыс жолға жүретін адамға жолашар, жолаяқ деп аталатын дәстүрлерді жасап шығарып салған. Адамы жолаушы жүретін отбасы бір малын сойып, ауылдағы үлкен кішіге дастархан жаяды. Қариялар жолаушыға арнап бата береді. Бата деген адамға рухани күш қуат беретін, көңілге медеу, жүрекке сенім себет. Ал сенім ұлы күш. Ақ жүрек болып жолдасың, адалдық сені қолдасын. Алымды болсың шабысың, найзадай болсын намысың. Ер жігітке бәрісін. Ауырлық көрсең жұқарыма,
дақ түспесін ар мен бағыңа, аман барып есен қайт, мақсат еткен жолыңа деп алғаш рет сапарға шығатын жасқа осылай деп бата береді. Әрине, айту шығысына қарай ақ бата түрлерінің не бір шұбарлысы бар ғой. Жас адам өзінің қара шаңырағына, үлкен үйлеріне кіріп, тізе бүгіп, дәмауыз тиіп шығатын салт және бар. Жолаушының анасы, я болмаса апа қарындасы бір жапырақ нанның шетінен тістетіп алып қояды. Бұл дәм тартып, отбасына аман сау оралсын деген ниеттен шыққан. Кейін жолаушы келгенде сол нанды қатып қалса да жейді. Тістелген нан иесін күтіп, тілеулес болып тұрады дейтін наным болған. Бұл қазір мүлде ұмытылған ырым. Сонымен жүрген жерің мейірімді, қайырымды болсын. Басар жер, асар тауың жеңіл болсын деп, жолаушыны бүкіл ауыл аттандырып салады. Сапар барысында жолаушының көңілі бірде семіріп, бірде арықтап, жолдың кездейсоқ бейнеті мен жетістіктерін көзімен көріп, межелеген жеріне жетуі, одан ойға алған ісін орындап, сау сәлемет үйіріне қосылуы өзіне де, айналасына да зор қуаныш. Сол мерейлі күнге үмітпен қараған отбасы, ай жүрсе де аман оралсын, ел жұртына қайта қауышуға жазсын деп, тоқым қағар дәстүрін жасайды. Тоқым қағарды жолаушының келер мезгілі таяғанда, не кешіге бастағанда, әйелдер жағы дастархан әзірлеп, ауылдастарын шайға шақырады. Жолаушының кешіккеніне қуан деп, кідірістің өзін жақсылыққа жориды. Үйден тоқым алып шығып, жолда ұзақ жүріп тоқымы шаң болып қалыпты ғой деп қағып, сілкіп ырымдайды. Тілек тілде ғана емес, ділден, жүректен шынайы шымырлап шығып жатса, жаратқан иемнің кеңшілдігі мол, ниет қабыл болады дейтін халық ұғымы бар. Халық білген соң айтады. Жолға байланысты ырым тиымдары да негізге құрылып қалыптасқан. Айталық, жолға күл қоқыс төкпейді. Ол тиым. Жолға дәрет сындырмайды, жуынды төкпейді. Бұлар күнә. Тікен тас секілді нәрселерді жолдан көрген адам, кім болсаң ол бол, міндетті түрде алып тастау керек болған. Шеңгілде жолда жатқан алып таста, кірмесін, өзіңе де өзгеге де деп өлеңге қосып, бала жасынан құлаққа сіңіретін. Жолдың ыстық суығын басынан кешіріп, жолаушы сапардан келгенде, үлкен кіші алдынан шығып, атын ұстап, сәлемдесу ата-бабамыздан келе жатқан дәстүріміз еді. Қазір көбінесе келуіңізбен деп жатады. Тұжырымды қысқа сөз, ең бастысы дәстүр жалғасып жатыр. Әңгіменің үзіндісі Зейнеп Ахметованың «Бабалар аманаты» кітабынан алынды.